Адамзат қоғамының ұлы жетістігі, ұлы ұстазы кітап бүгін халықаралық кітап сыйлау күні. Атаулы күнді ойлап тапқан ағылшын жазушысы Эмма Перри. Ол рухани құндылықты осылай насихаттағысы келген. Осыған орай бүгін Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық кітапханада кітапханаға кітап сыйла атты акциясы өтті. Дәстүрлі шара кітапхана қорын жаңа кітаптармен, шетелдік басылымдармен толықтыруға мүмкіндік береді. 14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күні әлемнің көптеген елдерінде, соның ішінде Қазақстанда да аталып өтеді. Бұл күнді Біріккен ұлттар ұйымы 2012 жылы халықаралық деңгейде бекіткен. Қазақстанда да бұл мереке кеңінен қолданылып келеді. Осыған орай Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап кітапханасында кітапханаға кітап сыйла акциясы өтті. Кітапханашылар бұл күнді халықтың рухани дамуына септігін тигізеді дейді. Кітап сыйлаудың маңызы өте үлкен, себебі ол тек кітапхана қорын толықтырып қана қоймай, жалпы қоғамда кітап оқуға деген қызығушылықты арттырады. Кітап арқылы достық орнап, білім мен ізгілік тарайды. Кітап ең құнды сыйлық. Сыйланған әр кітап өз иесін тауып, жаңа оқырмандарға жол көрсете біледі. Сыйға алынған кітап адамды оқуға ынталандырып, рухани дамуына ықпал етеді. Кітап сыйлау арқылы аға буын жас ұрпаққа өмірлік тәжірибесі мен құнды білімін жеткізеді. Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап кітапханасында 29 мың оқырман бар. Былтыр кітапхана қоры 3 мың жаңа әдебиетпен толықты. Мұндағы кітаптардың дені көркем әдебиеттер, ғылыми танымдық басылымдар мен балалар әдебиеті. Жалпы кітапхана қорында 315 мың кітап бар. Айта кетсек, облыс бойынша 233 кітапхана бар. Оның 182-сі ауылдық жерде орналасқан. Жалпы өңір аумағындағы кітап қоры 3 миллион 506 мыңды құрайды. Облыс бойынша 233 мемлекеттік кітапхана халыққа қызмет көрсетеді. Оның ішінде ауылдық жерде 182 кітапхана бар. Кітапханаларды жаңғыртуды жүзеге асыру, кітапханаларды заманауи білім орталықтарына айналдыру мақсатында облыстық, қалалық, аудандық, ауылдық кітапханалар жанынан ашылған 30 коворкинг орталықтары жұмыс жасауда. Облыс бойынша кітап қоры 3 миллион 506 мың дананы құрайды. Кітап қоры мемлекеттік тапсырыс, облыстық және жергілікті бюджеттен және сыйға келген кітаптармен толығып отырады. Атап өтетін болсақ, 2024 жылы облыс бойынша кітап қоры 64.353 жаңа кітаптармен толықты. Күнтізбедегі аталмыш күн Эми Брадмурдың бастамасымен халықаралық деңгейде тойланып келеді. Әлеуметтік желінің күшімен 2012 жылдан бері бұл күн танымдылығын арттыра бастайды. Бүгінгі дата әлем жұртшылығына, әсіресе кітап сүйер қауымға кітаптың маңыздылығын тағы бір рет еске салады. Бүгінгі кеш қонақтары да кітапхана қорына кітаптар сыйға тартты. Назма Есболсынова, Тәулік.